Барлықтарыңызға сәлем достар, бүгін қаймақты соуста жасалған тауық етінің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет заттар: тауық еті, сұйық май, пияз және де соусына су, қаймақ, тұз, бұрыш, ұн, чеснок қажет болады. Ал гарнирына күріш пен сұйық май, су және де тұз қажет болады. Қажетті заттардың нақты мөлшері описание бөлімінде болады. Ең алдымен тауықтың етін төртбұрышты қылып турап алатын боламыз. Одан кейін пиязымызды кішкентай бөлікшелерге ұсақтап турап аламыз. Одан кейін соусымызды әзірлеп алуға көшеміз. Ол үшін қаймағымызға үкіштен өткізілген чесногымызды, тұзымызды, бұрышымызды, суымызды, ұнымызды қосып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын араластырғаннан кейін біздің соусымыз дайын болады. Одан кейін тауықтың етін қуыруды бастаймыз. Ол үшін табамызға кішкене май құйып, үстіне тауық етін салып, одан кейін пиязымызды қосып, жақсылап араластыра отыра қуыратын боламыз. Яғни етімізді қызарып піскенге дейін қуыратын боламыз. Етіміз қуырылып жатқан сәтте гарнирімізді дайындауды бастаймыз. Ол үшін кастрюлямызға кішкене сұйық май құйып, үстіне күрішімізді салып, жақсылап араластыра отыра 2-3 минутта қатты отта қуыратын боламыз. Одан кейін үстіне суымызды құйып, қатты отта суымыз қайнағанша пісіретін боламыз. Яғни ол көп уақыт алмайды. Одан кейін үстіне тұзды қосып, осылай күрішіміз піскенше жаңағы отымызды баяулатып пісіретін боламыз. Етіміз бен соусымыз қуырылғаннан кейін үстіне соусымызды құйып, қатты отта қайнатамыз. Одан кейін отымызды жай қосып 25-30 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Егер де осы пісіп жатқан уақытта соустарыңыз сұйық болып көрінсе, үстіне видеодағыдай бір қасық ұн салуға болады. Ал егер керісінше қою болса, су құюға болады. Мінекей біздің күрішіміз осылай керемет болып пісіп шығатын болады. Дастарханға ұсынылғанда осылай болып шығады, өте дәмді болады. Барлығыңыз әзірлеп көріңіздер.